Anашым, бақытты отбасы дегеніміз не? Құлыншағым сол, ақылдың бақытты отбасы бала тәрбиесінен басталады. Бала тәрбиесі ата-ана үшін күрделі де жауапты іс. Бүгінгі ұрпақ еліміздің болашағы. Біздің алға қойған мақсатымыз қазіргі қоғам мұратына сай жан-жақты жарасымды тұлға өсіру. Бір әкенің тәрбиесін 100 мектепте бере алмайды. Әр отбасы жеке мемлекет. Ол мемлекеттің іргетасын қалаушы, басқарушы, отағасы әке. Ата-әженің тәрбиесі ізгіліктің жарығындай бала жүрегін нұрландырып тұрады. Көпті көрген көне көздің өмірден алған тәжірибесі мол. Бар ықыласын төгіп, тәттісін тосып, мейірім мен қамқорлықтың озық үлгісін көрсетуші ең аяулы жандар. Ана барлық өмірдің бастауы. Ол адамды өмірге әкеледі. Оны тәрбиелейді, өсіреді. Адам бойындағы барлық асыл қасиет күннің нұрынан, ананың ақ сүтінен дариды. Бір ана, бір атадан туылып, бір шаңырақтың астында ер жетіп, бой жеткен адамдарды бір-біріне бауыр деп атаймыз. Бауырмалдық басты байлық.